Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздерге тағы да тамаша футбол ақпараттарын дайындадық. Алаңдатпасы назарларыңызда. Барселона клубында жақсы жаңалықтар бар. Садио Мане сұхбат берем деп ұятты болып қалды. Көптен күткен Мбаппе Реал Мадридта дей берсек болады. Осы және басқа да футбол ақпараттарын сіздер үшін әзірледік. Еңбегімізді бағалап лайк басып арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар, себебі біз күнделікті футбол ақпараттарын жеткізетін қазақша арнамыз. Олай болса, біз бастаймыз, кеттік. Дони Ван де Бек Манчестер Юнайтедтің сапында ойнап кете алмады. Отырып қалды, былайша айтқанда жарақаттары болды. Бірақ та Дони Ван де Бектің бір таңғалған нәрсесі бар екен, оны өзінің бір сұхбатында айтты. Поль Погбаны жаттығу кезіндегі процесстерде жіберген қателіктеріне қарамастан бастапқы құрамда, негізгі құрамда шығарды, сол маған ұнаған жоқ дейді Дони Ван де Бек. Енді Эрик тен Хаг келген кезде бір үміті бар еді, себебі Эрик тен Хагпен жақсы қарым-қатынас бар еді. Бірақ Эрик тен Хаг Дони Ван де Бекке сенім артпайтынын жеткізген екен. Және де Манчестер Юнайтедке де хабар жеткізген, Дони Ван де Бекті сатуларыңыз керек деп. Енді қазір Ван де Бекке Реал Сосьедад клубы қызығушылық танытып, келіссөздер жүргізіп жатыр. Жалпы азғантай ғана 13 миллион евроға сатады деген ақпараттарды бізге жеткізді Фабрицио Романо. Енді Ван де Бектен де негізі біраз үміт күткен еді футбол жанкүйерлері, бірақ та біз ойлағандай болған жоқ. Мүмкін әлі де болашағы алда, қартайып қалған Ван де Бек жоқ. Реал Сосьедадта жақсы үздік ойыншы болып кететін шығар. Франк Кесиені Барселона ресми сатты, және де өздерінің ресми парақшасында сайттарында хабарлады. Кесияға рахмет айтты. Енді осылайша қаржылық ведомство сәл босатып қойды, жағдайларын жақсартып қойды. Енді Барселонаның жанкүйерлері үшін тағы да бір керемет жақсы жаңалық. Барса студионың 49% акциясын 180 миллион евроға сатпақшы екен. Енді аяқ асты бұл Барса студионың 49% акциясына қызыққандар көбейіп кетіп, қазір бақталастар бар. Бұл Барселона үшін тіпті керемет. 180 миллион евро емес, 250 миллион евро ұсынғандар да пайда болып жатыр. Сондықтан да Барсаның жағдайы біршама жақсарып қалады. Қазір тіркелмеген ойыншылардың бәрін тіркеп, одан бөлек Виктор Роке деген тамаша ойыншыны қыста аламыз деп жоспарлап отырған болатын. Ал енді оны қысқа қалтырмай, егер бәрі жақсы болса, осы трансферлік терезеде де қатарларына қоса алады. Енді Барсаның жағдайы осы аптаның ішінде, алдағы аптада біршама жақсарып қалатын болады. Мануэль Нойердің қалыпқа келуі қиын болып жатыр. Әлі де ауырсынып жүр сол аяғын. Және де ол бірден секіріске қиындық тудырып жатыр. Және де аяқпен ойнауына да қиындық тудырып жатыр. Осыған байланысты алдағы апталарда Мануэль Нойер сақадай сай дайын болады дегенге Бавария клубы сенбейді. Және де орнына бірден қақпашы қарастырып жатқан жайы бар. Ал енді дәл қазір екі нұсқа бар. Оның бірі Аякстың қақпашысы Рули. Енді бұл жігітпен келіссөздерді бастағысы келеді, бірақ та Томас Тухель негізінде Кепа Аризабалага дұрыс деп отыр екен. Сондықтан да Томас Тухельді тыңдап, Бавария клубы қазір Челсидің басшыларымен бір сөйлесіп көргісі келеді. Ал енді Кепа Аризабалаганың өзі қарсы емес екен Баварияға баруға. Енді Челси мен Бавария келіссе, жақын арада Кепа Баварияның қақпашысы атануы мүмкін. Бірақ та бәрі бірде Томас Тухель негізінде Нойерді негізгі қақпашы ретінде санайды. Ал енді орнын баса тұруға да осал қақпашы алуға болмайтынын біледі. Кепа Аризабалага Баварияға да әдемі жарасатын тәрізді меніңше. Достар, барлықтарыңыз білесіздер, Садио Мане Аль-Насрдың қатарына Криштиану Роналдудың қасына барған еді. Және де одан кейінгі сұхбатында Криштиану Роналду жайлы өзінің ойын айтты. Криштиану Роналду тарихтағы ең мықты ойыншылардың бірі, және де бірегейі. Мен Роналдудың жанында ойнағаныма қуаныштымын, және де барлық командаластарымыздың бәрі мықты. Мен осы команданың ары қарай күшеюіне ат салысатын боламын деді.
Өздеріңізге белгілі, біреуіңіз білерсіздер, біреуіңіз білмессіздер. Аль-Наср Араб кубогының финалына шықты. Енді сол кезде, сол ойыннан кейін, финалға шыққаннан кейін Манеден тағы да сұхбат алған екен. Сіз финалда қарсыласыңыз кім болғанын қалайсыздар деп полуфиналда ойнап жатқан клубтардың атын атапты. Бірі Аль-Хилаль, бірі Аль-Шабаб. Қайсы сіздің қарсыласыңыз болғанын қалайсыз деген кезде Садио Мане мен бұл екі команданы да танымаймын депті. Қалай айтты? Ой, сұмдық айттыңыз ғой сіз. Не деген сөздер айналайын-ау? Мұны әңгімеден кейін Аль-Хилаль мен Аль-Шабаб не істеді екен? Ана төмен қарап қалды. Төмен қарап қалды. Ұялы, төмен қарап қалды. Шынымен де байқұстар ұялып төмен қарап қалғаны шығар, енді ештеңе етпейді, шынымен де танымайды ғой, танымаса не дейді, өтірік айтама. Сондықтан да енді алда таныса жатар сол чемпионаттың ойыншысы Садио Манеге және де Роналдуға финалда сәттілік тілейміз. Мбаппе жайлы тағы да жаңалық шықты, достар. Мбаппенің футболкаларын, формаларын PSG магазиндерден алып тастады, стадионнан суретін алып тастады. Парис Сен-Жерменнің ресми түрде Лига 1-дегі бірінші ойынына қатыспайтын болды, және де Луис Энрикенің әлі 1-1 жаттығуына қатыспаған екен. Енді демек бұл кетеді деген сөз бәріміз де түсіндік, бірақ қайда деп ойлап жүрген едік. Енді Реал Мадридтің жанкүйерлері Мбаппені өте асыға күтуде. Ал енді бұл жерде бір шындық бар сияқты. Тони Кросс деген ойыншы бар, Реал Мадридтің аңыздарының бірі. Тони Кросс мүлдем бір сюрприз жасай алмайтын, тосын сый жасай алмайтын адам сияқты. Сюрприздың, тосын сыйдың артын ашып тастады. Тони Кросс жақында ғана әңгіме айтты, сол әңгімесінде черепаха бізге келесі аптада келеді деді. Енді осылайша Тони Кросстың сөзіне сенбеске болмайды, демек келіссөздер жүріп жатыр. Жалған ақпаратты айтпайтын шығар Кросс. Сондықтан да келесі аптада біз Мбаппені Реал Мадридтің қатарында күтетін боламыз. Ал достар, Алтын Дом арнасының бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізетін арнамыз, достар. Назарларыңызға рахмет.